Құрметті көрермен, армысыздар. Әрине, бұл жолғы шығарылымды атойлап, қуанышпен, сүйініш сұрап бастауға әлі ерте ме, әлде біздің бүкіл футболдағы несібеміз осы ма, шынында да түсінбедік. Өкінішке қарай, Қазақстан құрамасы Финляндиядан өз алаңында 0-1 есебімен жеңіліп қалды. Күткеніміз бұл емес еді. Сондықтан осы ойынға ойынның дереу ізін ала, өзімізше шолу жасап, талдау жасауға тырысып көрейік, кеттік. Қазақстан, Финляндия екеуі де осы H тобының көшбасшысы болатын. Екеуінде де 3 жеңіс сериясы болды. Екеуінде де 9 ұпай болды, бір сәтсіздік болды. Сондықтан Астанада ойын көп нәрсеге жауап беретіндей бір шешуші ойын еді. Өкінішке қарай, бірден айтайық, Қазақстан құрамасы көңілдегідей ойын көрсете алған жоқ. Бұл жерде Магомед Адиевтің таңдауына қатты таңғалған жағдайымыз болды. Әрине жарайды. Оң қапталда Михаил Габышев шыға алмағаннан кейін оның орнына Лев Скворцовтың шыққаны әрине күтілді демеспіз, бірақ шынында да аса бір қатты жаңалық ретінде бағаланған жоқ. Оның үстіне осыдан бір күн бұрын Магомед Адиевтің өзі жалпы осы финдерге қарсы Габышев жарақат алмаса да шықпайтын еді дегенде айтты. Сондықтан біз бәрібір орнына кімді дайындап жатыр екен деген сияқты ой болды. Бұл жердегі біздің қатты таңғалғанымыз, неге креативті жартылай қорғаушы жоқ? Әрине, Исламбек Қуаттың шыққанына таңғалған жағдайымыз болды. Өйткені ол қалай дегенде де соңғы кездер Астананың негізгі құрамына ілініп жүрген жоқ. Асхат Тағыбергеннің орны күмән тудырмайды. Ал солармен бірге Аслан Дарабаев та шықты. Аслан ол да Астананың негізгі құрамына ілініп жүрген жоқ. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Мынау Макс Эбон сияқты, тағы қандай Астананың Степан Лончар сияқты ойыншыларға орнын былай айтқанда беріп қойып, өз қосалқы құрамынан көбінше алаңға қосылып жүрген ойыншы еді. Сондықтан бұл жерде Әдиевтің бір білгені бар шығар дедік. Біз бұл жерде әрине Бахтияр Зайнуддиновты негізгі креативті ойыншы боламын деп күткен едік. Бірақ шынында да нәтижесінде не көрдік? Бірінші таймда бізде ешқандай шабуыл болған жоқ. Оны мойындауымыз керек. Тіпті осы бірінші таймды көріп отырып өз басым, біз қайда жүрміз? Біз Шотландияға кіріп кеткеніміз жоқ па? Әлде біз бір солтүстік Ирландияда ойнап жатқан жоқпыз ба? Сол елдің командасы сияқты деген ой келді. Әйтеуір біздікілер допты алады, алдағы Абат Айымбетовке допты қайта-қайта көтереді. Құдды бір Абат Айымбетов мынау жақта Финляндияның орталық Роберт Иванов сияқты орталық еңселі қорғаушылармен емес, құдды бір Қазақстан лигасындағы өзіміздің қорғаушылармен тіресіп жүрген сияқты. Ал финдер әуелеген допқа ешқандай мүмкіндік бермейтін белгі болып тұрды. Оның үстіне қараңыздар, біз Зайнуддиновты шегініп келеді, көбінше қапталға шегінді де, сонда біздің Тағыберген, Дарабаев, Қуат үшеуі тіпті артта жүр. Сонда былай қарасаңыздар, жартылай қорғаныспен шабуыл шебінің ортасында қаншама кеңістік жатыр. Мен бұрын соңды жалпы Қазақстан құрамасының осы соңғы кішкене еңсе көтере басталған бері осындай ойын көрген емеспін. Құрметті көрермен, естеріңізге салып өтейік, біздің арнамыздың демеушісі 1xbet компаниясы. Есей промокоды арқылы алғашқы тіркеліп, алғашқы депозит пайдалансаңыздар болады. Ол үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Сондықтан қатты таңғалып отырмын. Бұл Әдиевтің бір білгені бар шығар деп. Бірақ енді құдайшылығын айтайық, бірінші таймда финдер 8 ба 7 бұрыштама көтеріп, біздікі бір ғана бұрыштама көтерді. Бірақ жалпы соққы жөнінен енді біздің екі соққымыз әлсіз болса да әйтеуір тура барды. Ал Шацкий Пуккидің бір соққысын жақсы қайтарды. Яғни статистика жөнінен біз алда болдық бұл тұрған келгенде, яғни қақпаға тура соққы жөнінен. Демек, бірінші таймда біздің команда не өз істеп жаратпады, не финдерге де шабуылда ештеңе істеткен жоқ. Сондықтан кішкене ойымыз екінші таймда бәрі де жақсарады деген ой болды. Оның үстіне Исламбек Қуаттың ортаны ұстау жалпы ұнады. Енді былай қарасаң, кішкене Тағыберген мен Дарабаев кішкене босаңсып, жалпы өздерінің қайда жүргенін көп түсінбей қалған сәттер көп болған сияқты. Сондықтан осының бәрі екінші таймда түзеледі деген едік, бірақ екінші тайм енді өздеріңіз, мен өзім қарап отырдым, 42-ші минутта Қазақстанның бір серпілген кезі болды. Сосын 48, бір 54-ші минутқа дейін бір Қазақстан серпіле ойнады. Ары қарай шынында да біз кәдімгі баяғы Еуропадағы іріктеуді жаңа бастаған, сонау 2004-2005 жылдардағы болмаса Михаил Билик жаттықтырған кездердегі немесе ресейлік маман Александр Бородюк жаттықтырған кездегі бір Қазақстан құрамасы еске түсіп кетті шынында да. Сондықтан былай айтқанда, бір сол гол соғылған уақытқа шейін, егер есеп 0-0 болса да, бізге жаман емес еді-ау деген бір ой келді. Өйткені шабуылда ештеңе болып жатқан жоқ қой. Тіпті мен өз басым ойлаймын, мен қатты футбол маманы емеспін, бірақ көзімізді ашқалы футбол көріп келе жатырмыз ғой. Осы Абат Айымбетовті бірінші таймнан кейін бекер алып тастады ма деген ой келді.
Жарайды, бірінші таймда таласа алмаған шығар, жалпы оған пас шығарып беретін ешкім болмаған шығар. Бірақ оның орнына шыққан Максим Самородов несімен есте қалды? Екінші тайм бастала салысымен ескерту болды. Екінші таймның соңында екінші ескерту алып қуып кете жаздады. Былайша айтқанда ешқандай бір жақсы нәрсе еске көрсете алған жоқ. Бір өкшемен пас берген тұсы бар, бірақ оның өзіне қорғаушылар бұрын жетті. Сондықтан кішкене осы бұл жерде біз нені аңғаруымыз керек? Бізде шабуылшы жетіспейді. Нақты шабуылшы жетіспейді. Таза шабуылшы бізде Абат Айымбетов қана. Әйтпесе Максим Самородов қапталдан шабуылдайды. Қосалқы құрамда отырған Швиров ол ортадан шабуылдайды. Ол да шабуылдаушы ойыншы, бірақ таза шабуылшы емес. Бахтияр Зайнутдинов енді ғана вингер ретінде жаңа командаға ауысып жатыр. Сондықтан бізде таза шабуылшы жоқ. Рамазан Кәрімовті күтіп едім, шынында да енді финдердің бойшаң қорғаушыларына қарсы осы ойыншы шығуы мүмкін ау деп күткен едім. Оның орнына одан гөрі осы жаңағы Максим Самородов, одан кейін өзіміз күткен Чесноковты шығарды. Ал Чесноковтың еңселі фин қорғаушылардың қасында кәдімгі қарға бойлы кішкентай аласа жігіт екені көрініп қалды. Оның үстіне Чесноковта 90-нан ары қарай 90+5 минутқа дейін біздің жігіттердің бір кәдімгі екілене шабуылдайтын жерінде қарсыласты ұстап құлатырып жатқан жері шынында бір кішкене сүйкімсіздеу болды шынын айтқанда. Сондықтан бұл ойын жалпы тез ұмытып кетуге тиіс ойын болып тұр. Бірақ бірден айтайық, жалпы үлкен мүмкіндік туындата қойған жоқ. Осы кейбір футбол мамандары көп жағдайда мұндай тең дәрежелі командалар ойнаған сәтте бір ғана минуттағы босаңсу немесе бір ғана минуттағы шешімді қимыл ойын тағдырын шешіп кетеді деп айтушы еді. Біз тура соған көз жеткізіп отырмыз. Өйткені дәл сол гол соғылған сәтте Камара бастады, ары қарай Келман жалғастырды, Антман гол соқты. Өзінде бір ұры ой болды. Осы Антман офсайдта қалған жоқ па, ойыннан тыс қалған жоқ па деп. Сөйтсек, кейін қайталап көрдік, ешқандай да офсайд жоқ. Бұл жерде біздің дәл сол Марат Быстров немесе екінші таймда шыққан Еркін Тапаловтың позициясынан гол жіберіп қойды. Яғни ортаны Маричкин мен Әліп ұстап тұр, Келман ұстап тұр, ал Келманның пасы солға қарай өрістеген сәтте жаңағы Антманыңыз біздің Быстровтың алдына шығып кетті. Быстров жандармен ұмтылды әрине, бірақ кеш ұмтылғанның пайдасы бар ма? Алыс бұрышқа сақ еткіз, қақпада Шацкий емес, Тер Штеген тұрса да, Ливерпульдің қақпашы тұрса да, Ман Ситидің қақпашы тұрса да қайтарылмайтын доп болды шындығында. Сондықтан бұл жерде жалпы қорғаныстың босаңсуын айтуымызға болады. Сосын біздің қорғаныста да бір бейберекет қимылдар өте көп болды. Нұралы Әліп, Александр Маричкин бірінің алдына бірі қабаттасып, жоқ жерден финдерға допты беріп қойған жағдай болды. Орталық алаңда 3 ойыншы жүргеніне қарамастан финдер орталық алаңда әлдеқайда үстемдік танытты. Сондықтан бұл жалпы қайталап айтамыз, тез ұмытып кетуге тиіс ойын болып отыр. Финдер бізді осымен 5-ші рет ресми кездесуде өтіп отыр. Мұндай жетістікке тек қана Түркия құрамасы жеткен еді. Біз үшін жетістік емес, өздері үшін. Сондықтан жалпы өте ыңғайсыз құрама болып тұр. Естеріңізде болса, 2022 жылғы әлем чемпионатына іріктеу кезеңінде Тампере қаласында өткен, Финляндияда өткен деп айтайықшы, іріктеу матчында Қазақстан құрамасы жақсы ойнаған еді. Сол кезде 60-ші минутта Пухянов бала бір гол соғып кетті баспен, сол ойын тағдырын шешті. Бүгін сол жағдай тура қайталанып отыр. Гол сәл кешірек соғылды демесеңіз, жалпы ойынның барысы сонда. Екі команда тырмысып ойнады, бірақ жалпы футболға ұқсайтын нәрсе аз болды. Сондықтан жалпы ыңғайсыз қарсылас ретінде әлі де финдер қалып отыр, оның үстіне олар жоқтан бар жасады. Матч барысында алыстан бағыттаған бірдекілі соққысы болмаса, оны Шацкий еркін қайтарды ғой. Жалпы финдердің бір керемет мүмкіндігі бола қойды деп қиын. Сондықтан қанша мойындағымыз келмесе де біз бұл іріктеу кезеңіндегі ең сәтсіз ойынды өткіздік дей аламыз. Алғаш Словениядан жеңілген кезде дәл осынша сәтсіз ойын болмаған еді бізде. Одан кейінгі 3 ойынымыз ерлікке пара-пар ойын болды. Сондықтан осы жерде финдер да былай айтқанда бізді сендердің орындарың, футбол көшіндегі орындарың әлі де алды емес деп көрсетіп кеткен сияқты болды. Бірақ осы бір ойынға ола біз жер тоқпақтап, осындай бәрі бітті ғой деуден де аулақ. Біз өйткені бұдан кейін финдер Данияны қабылдайды. Басқа да біздің де тіпті Финляндияға, Хельсинкиге баратын сапарымыз бар, сондықтан бәрі бітті деуге болмайды. Енді еңсе түсірмеу керек. Қалай дегенде де бізде орталық алаңда бір жоқтан бар жасайтын ойыншы керек. Әрине Бауыржан Исламхан үлгісіндегі деуімізге болатын еді, бірақ Бауыржан жарақаттанып жатыр. Оны тіпті күні кеше ғана болған ота жасалды Германияда. Сондықтан дәл сол ыңғайдағы жалпы шабуыл мен жартылай қорғаныстың арасын байланыстыратын ойыншы керек екен. Әйтпесе сонша
шабуылшылар мен жартылай қорғаныстың арасындағы кеңістіктің бос қалуы шынында жанымызға өте қатты батты. Сондықтан жалпы алған кезде біз 9 ұпаймен қалып отырмыз, ал финдер 12 ұпаймен көш бастап отыр. Әрине бұдан кейінгі ойындардың қалай аяқталатыны белгісіз. Дегенмен 3 жеңісіміз бар, 2 сәтсіздігіміз бар, 9 ұпай. Біз әлі екінші орыннан төмендеу қойған жоқпыз. Кейінгі ойындарға көп нәрсе байланысты. Сондықтан келесі ойындарға ер қайратымен ұмтылу керек. Және ең бастысы Магомед Адиев құрамаға көп өзгеріс жасау керек екені көрініп тұр. Әрине Лев Скворцов келесі ойында алаңға шыға ма деген мәселе де біздің көкейімізде көлденеңдеп тұр. Сондай-ақ Сергей Малый оралса қайтер еді орталық қорғанысқа деген де ой келеді. Өйткені қалай дегенде де Марат Быстровтың гол жіберген сәтте кінәсі көзге көріп тұрды, бірақ бір сәтке бола бүкіл ойынын жоққа шығарып тастауға болмайды. Өйткені Марат шабуылға да жақсы қосылған сәттер болды. Дегенмен орталық алаңға өзгеріс керек, дегенмен шабуылға өзгеріс керек. Біз әдетте Бақтиярдың Зайнутдиновтың жоқтан бар жасайтынын көретінбіз, бірақ Бақтиярға дейін доп жеткізіп беретін адам керек екен. Бұл Рамазан Оразов шыққан кезде қатты білінді. Рамазан Оразов ойынды қолға алуға тырысты, бірақ бәрібір бұл кеш болды. Жалпы Оразовты алаңға кеш шықты дей алмаймыз. Бұл да бапкердің өзінің ойлағаны шығар, бірақ бәрібір қиюластыру Рамазанның қолынан да келе қойған жоқ. Көбінше ол өзі жақсы ойнайтын оң қапталға көбірек ойыса берді. Ал Чесноков тіпті орталық шабуылшы ретінде Самаровтың алдына шығып та ойнады, бірақ Чесноков жалпы қайталап айтамыз, Досмағамбетов екеуі әсіресе 90-нан ары қарай 5 минут қосылған сәтте қарсыласты иықтан ұстап құлатып, қайта біз үшін аса бағалы уақыттарды солай құртты. Осыған да кішкене іштей өкінішіміз бар. Әрине, Абзал Бейсебеков неге орталық алаңға шықпады, немесе Прокопенконы неге көрмедік, немесе Вячеслав Швыревтер ақыр Чесноков шықты екен, оларды сынап көруге болатын еді ғой дейтіндей бір ой айтуға болатын шығар. Бірақ біз бас бапкердің басына кіріп шыққан жоқпыз. Ең бастысы жалпы осы Магомед Адиев тізгінін ұстаған ойындағы жалпы кезеңдегі ең бір сәтсіз ойын осы болды дей аламыз. Өзбекстанмен ойында құрамамызда бір дәрменсіздік байқалған еді, бірақ дәл осынша бір ойыннан айырылып қалған сәтін көргеніміз осы. Сондықтан кішкене ренжіп отырған жағдайымыз әрине рас, дегенмен әлі еш нәрсе жоғалған жоқ. 9 ұпай біз қанағат тұтатын ұпай емес екенін осыдан да жақсы байқадық. Ал енді Солтүстік Ирландиямен ойын қалай болады? Осыған көп нәрсе байланысты. Әрине Темірлан Ерланов бар, алаңға шығатын Сергей Малый бар, жаңағы айтып өткен Прокопенко бар, Елхан Астанов та мүмкін бүгінгі ойынға шықса жаңалық қоса алатын беді. Сондай-ақ әлде біраз ойыншылар бар. Бағдат Қайыров мысалы оң қапталда келесі ойында ойнап қалуы мүмкін. Бұның бәрі әрине өзімізше болжам айта беруге болады, бірақ қорыта айтатынымыз сол. Финдер бізді былайша айтқан кезде аса бір қатты күш жұмсамай-ақ жеңіп кетті. Яғни біз келесі айда, қазан айында Финляндияға сапар шексек, олармен дәл осылай ойнай аламыз, олар бізді дәл осынша еркінсітіп қоя ала ма деген нәрсе. Ал Антман деген ойыншыға таң қалып отырмын. Бұл жігіт ұлттық құрама сапында осыған дейін 6 ойын өткізіп 4 гол соққан екен. 7-ші ойын 5 гол. Өзі жартылай қорғаушы. Калман пас берген сәтте қалай ашылды. Яғни бізде де осындай жоқтан бар жасайтын ойыншы керек еді. Өкінішке қарай бүгін табылмады. Әрине Зайнутдинов шаршаған шығар, ары бері шапқылап ЦСКАдан Бесикташқа ауысып, Бесикташта 10 күн ішінде 3 матчқа қатысып шаршаған шығар, бірақ бәрібір өз алаңымызда бір ер қайратын көрсетуімізге тиіс еді. Және ең бастысы тең ойын болса да біз кішкене жазғырмас едік жігіттерді. Әрине ойынның барысына қарай отырып 0-0 деген есепте бізге олжа деп отырған сәтімізде финдер гол соғып кетті. Сондықтан мойындауға тиіспіз. Демек, алдағы күндерден ерекше үміт күтеміз. Бірге болайық. Жалпы бір матчқа бола соншалықты еңсемізді түсіре қоймайық. Біз Еуропа футболының көшіне қосылдық деп жүргенбіз, бірақ сәл ертелеме дегенде ойды оятады осы ойын, бірақ осы күдігіміз осы жерде қалсын. Келесі ойындарға үлкен жігермен қосылайық, үлкен жігермен ұлттық құрамамызға да жанкүйер болайық. Келесі кездескенше.